Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 8 сыныптағы қазақ әдебиеті пәнінен кезекті сабағымызды бастаймыз. Бөлім «Қиял мен шындық». Сабақтың тақырыбы Роза Мұқанова «Мәңгілік бала бейне» әңгімесінің идеясы мен пафосы. Сабақтың оқу мақсатымен таныс болайық. Әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Енді осы мақсатқа сәйкес сендердің меңгеретіндерің әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу, өзіндік көзқарас білдіру. Бағалау критерийі: әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашады, өзіндік көзқарас білдіреді. Енді балалар, осы шығармамыздың авторы Роза Мұқанова жайлы қысқаша мәлімет алайық. Танымал қазақ жазушысы Роза Мұқанова 1964 жылы Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Көлденең ауылында дүниеге келген. Роза Мұқанованың жарық дүние, дүние кезек, әңгімелер жинағы, құдірет кие әңгімелері мен драмалық хикаяттары жарық көрді. 2001 жылы Рабузидің Қиссасул Әнбия кітабын алғаш рет қазақ тіліне тәржімалады. Роза Мұқанова Қазақстан Жазушылар одағы сыйлығының, Жалын журналының, Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты. 2011 жылы Еуропалық қоғамдастықтың ұйғарымымен Прага қаласында әдебиетке сіңірген еңбегі үшін Франц Кафка атындағы медалімен марапатталды. Сабағымыздың басында бізге білу керек бірнеше мәліметтер бар, бірнеше деректер бар, соларға тоқталайық. Оның біріншісі, авторға осы шығарманы жазуға себеп болған қандай жағдай еді? Біз бейне жазылумен танысайық. Мәңгілік бала бейненің жазылуына түрткі болған, мен ол кезде жазушылар одағында жұмыс істеп жүрген едім. Сонда Олжас Сүлейменов Невада Семей деген қозғалыс болды. Сонда жаңағы үлкен жазушылар одағының фойесінде Семей полигонындағы балалардың суреттерін көрмеге қойған екен. Сонда бір кішкентай қыздың суреті. Ешқандай мүгедек емес, әп-әдемі сүйкімді қыздың суреті тұр екен. Соны барып жақындап қарасам, астына жазып қойыпты: 14 жастағы қыз 7 жаста қалған, 7 жастан кейін өспей қалған. Мәңгілік өспей қалған. Сол маған сондай әсер етті. Содан мәңгілік бала бейнеге түрткі болған осы сол фотосурет. Енді екінші мәселе. Семей полигон туралы не білеміз біз? Сабағымыздың барысында айтып жатырмыз, Семей полигонының адамзат баласына әкелген қасіреті деп. Ендеше осы Семей полигон туралы азды көпті кішкене дерекке көз жүгіртейік. 500 мыңдай адам Семей маңындағы радиациялық әскер аймағында тұрды және соның азабын шекті. Аумағы 18 миллион гектарды алатын жарылыс алаңдарында жалпы саны 456 сынақ өткізілді. Оның 116-сы бастапқы 14 жыл бойы әуеде өткізілді. Алғашқы жылдардың өзінде тұрғылықты халыққа зияны тиіп, онкологиялық аурулар қаптап, жүрек, қан айналымы зақымдалып, тіптен дене бітімі мутацияға ұшыраған шақалақтар дүние есігін ашып жатты. Ядролық жарылыстар туралы жергілікті халыққа тек 1953 жылдан бастап алдын ала ескеріле бастады. Онда да сынақты өткізіп біткенге дейінгі уақытқа дейін ғана көшіріп жатты. Алайда үйлеріне қайта оралған халық өзінің үйін таппай, тек одан қалған қираған қабырғаны сипап қала берді. Үшінші мәселе. Атом сынақтарынан зардап шеккен полигон құрбандарының өмірін ғана емес, күллі адамзат қасіретін бейнелейтін шығарманың мазмұны қандай екен балалар? Қысқаша мазмұнымен танысамыз қазір. Әңгімеде полигонның қасіретінен ата-анасынан айырылған Ләйла Қатира дейтін туысының үйінде тұруға мәжбүр. Табиғатынан мінезі қаталдау Қатира тәтесі Ләйлаға да жылулық таныта қоймайды. Жаны жаралы Ләйла көбінде аймен сырласып, бар қайғы қасіретін соған айтумен болады. О жарығай, мүсіркемесен мені, мен күнәсіз қыз баламын, сезімім бүтін, ақылым дұрыс, бірақ мынау тіршілік дүниесінен безінген жұдырықтай жүрегім кек пен қасіретке толғы, деп қамығады. Қарауылдың басында азалы үн толастар емес. Күн сайын көз жұмып жатқандардың қазасы ауылдың еңсесін езіп жібергендей. Осындай уақытта Қатираның оқудағы баласы келін әкеледі екен,
деген хабар бүкіл ауылға өзгеше бір қуаныш әкелгендей. Ал Ләйләнің тіршілігі мүлде бөлек. Мүгедектігінен, жетімдігінен жасып қалған шарасыз қыз үнемі жұрттан жырақ жүреді. Рухани, физиологиялық тұрғыда бой жетіп келе жатқан қыздың ішкі дүниесі арманға толы. Қатирамен көрші ауылдағы тойға келіп, бала күнгі досы Құмарды көргенде қыз жүрегінде Құмарға деген достықтан да терең сезім бар екені байқалады. Бірақ бұл мүмкін емес. Жердегі Құмармен тағдыр қосудан көрі көктегі айға қол созу Ләйлә үшін әлде қайда сенімдірек. Төсек тартып жатып қалған қыз көңілін сұрай келген ауыл әкімі Ләйләға ертең болатын қаралы жиынға қаралы күннің белгісі ретінде қатысуын сұрайды. Бой жеткеннің намысы биік, жүрегі жақсылыққа толы. Сондықтан да қаралы жиынның қаралы белгісі болудан бас тартады. Жұрттың сөзі мен көзінен әбден қажыған бойжеткен терең сайға келіп, мүлде басқаша бақытты тіршілік кешеді. Себебі мұнда оның сыртқы мешелдігіне сұқтана қарайтын адамдар жоқ. Кеудесі арманға толы осындай Ләйлә қыз Семей жеріндегі кезекті бір жарылыстан соң мәңгілікке көз жұмады. Енді тапсырма. Әңгіме мазмұны бойынша 3 қадам кестесін толтырыңдар. Бірінші қадам әңгімеде көтерілген мәселені анықтаңдар. Екінші қадам Ләйлә қыздың тағдырының трагедиялық себебі неде? Үшінші қадам қазіргі заманда бұл мәселе өзекті ме? Неліктен? Балалар, талдау деңгейінің тапсырмасына кезек келді. Тапсырма. Әңгіме идеясын пайдалана отырып, креативті матрица әдісімен кестені толтырамыз. Ләйләнің мәңгілік бала кейпінде өспей қалуына кім кінәлі? Олай ойлауға не себеп болды? Дұрыс, балалар, ойлағандарың, яғни Ләйләнің мәңгілік бала кейпінде өспей қалуына кінәлі Семей полигонының зардабы. Олай ойлауға себеп болған сол Семей полигонынан зардап шеккен Ләйлә сынды көп деген тағдырлар болатын. Дұрыс, тапсырманы шешкенсіңдер. Келесі тапсырмаға өтейік. Бұл жинақтау деңгейі бойынша мынадай тест тапсырмасына жауап берейік. Әңгімеде автордың көтерген басты проблемасы. Нұсқалар. Адам қолымен жасалған қиянат салдарынан мүгедек болғандардың қасіретіне қоғам назарын аудару. Өмірде бәрі болады, аналар жыламасын, табиғатты қорғау. Екінші сұрақ. Проблеманың себептері не деді? Ауыл адамдары қатыгез. Қоршаған орта адамдардың игілігі үшін жаратылған деген көзқарас. Соқыр сенім. Адамзат баласының қоршаған ортаға деген өзімшіл пиғылы. Балалар, жауаптарымызды тексеріп көрейік. Әрине дұрыс. Әңгімеде автордың көтерген басты проблемасы бұл адам қолымен жасалған қиянат салдарынан мүгедек болғандардың қасіретіне қоғам назарын аудару деген А нұсқасы. Ал екінші сұрақтағы проблеманың себептері әрине адамзат баласының қоршаған ортаға деген өзімшіл пиғылы. Келесі бағалау тапсырмасына өтейік. Бағалау тапсырмасы бойынша мынадай сұрақтарға жауап береміз. Айға арналған қыз монологын қалай түсіндірер едіңдер? Екінші, поэма кейіпкерлеріне авторға қандай сұрақтар қояр едіңдер? Үшінші, автор шешіммен келісесіңдер ме? Балалар, бұл тапсырманы мен сендерге қосымша үйде ойлануға уақыт беремін. Себебі біздің үйге беретін тапсырмамыз осы бағалау деңгейімен тікелей байланысты болғандықтан. Енді тағы да осы шығарманы оқу барысында мен сендерге мынадай артық болмас білгенің айдарымен мәліметтерді ұсынайын деп отырмын. Роза Мұқанованың мәңгілік бала бейне шығармасы, яғни қасіретнамасы, бұл өнер туындысы. Ал осы өнер туындысы бірнеше жанрдағы бірнеше өнер туындыларының өмірге келуіне әсер етті. Енді бүгінгі сабағымыз мәресіне жетті. Бүгінгі сабақта сендер үшін қызық болғаны, бүгінгі сабақта сендер үшін қиын болғаны, бүгінгі сабақта сендер үшін ең құнды болған дүние не? Міне осы 3 мәселе бойынша кері байланыс жасайсыңдар.
Ал енді үйге тапсырма, бағана мен бағалау деңгейінің сұрақтармен байланысты деп айттым, үй тапсырмасы. Сондықтан да мен шығарманы былай аяқтар едім деп өздерің қалаған эссе, немесе ой толғау, немесе әңгіме, немесе шығарма жазуларыңа болады. Қош, сау болыңыздар.